Action программасына қалай регистрация жасау керегін үйренеміз. Регистрация болғанда крякут не дейді ғой. Алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Алдыңғы видео бізде бандикамның қалай регистрация жасау керек болатын. Ал бүгін біз Action бұл егер сіз летсплейшік болсаңыз, ойындарға видео түсіретін болсаңыз, онда бұл сізге өте қолайлы, ыңғайлы программалардың бірі. Ал егер сіз тек мен секілді видеороликтар немесе тағы басқа видеолар түсіретін болсаңыз, онда сізге бандикам ыңғайлырақ болады. Action менде жалғыз летсплейлер емес, видеороликтар да түсіруге болады. Бастайық. Алдымен Action'ды жазып алу керек. Ол үшін біз интернетке кіреміз. Міне осы бір сайтты мен сіздерге видеоның астына описанияға қалдырып кетемін. Кіресіздер, скачать етіп басасыздар. Мен скачать етпеймін, өйткені мен бұны скачать етіп алдым. Скачать етіп боласыздар, сосын рабочий столда тұр. Міне сіздерге қайықта түсетінін білмеймін. Өздеріңіз қайыққа түсіргілеріңіз келеді, сояққа түсіріп аласыздар. Сосын Action'ды ашамыз. Action'ның ішінде папканы шығарып аламыз. Болды. Міне мына жерде Windows 10 деп тұр. Оған бермеңіздер. Бұл XP-ге келмейді. Сразу айтайын сіздерге. XP-ге келмейді. Windows 7-ге немесе 8-ге. Action'ды ашамыз. Action Setup. Мыналарға тимеңіздер. Setup. Запустить. Русский. Далее. Принимаю. Установка жүріп жатыр. Күтейік. Міне болды, готово. Болды. Енді бізге керегі Action Rec. Вот. Рестор керек. Ашамыз. Запустить. Окей, болды. Енді бізге мына ярлыкты, бізге удалить етіп тастау керек, яғни өшіруіміз қажет. Удалить. Сосын біз мына Action Exe, оны біз рабочий столға енгіземіз. Мынаны жауып тастай берсеңіздер болады. Міне Action. Біз енді осы Action'мен жұмыс жасайтын боламыз. Ана ярлыкты өшіріп қайттан компьютерге жазып алуыңызға болмайды, бірақ ол регистрация жасалмай қалады. Яғни взлом стилінде қалады. Міне Action кіріп жатыр. Action бұл өте жақсы программа. Ойын түсіруге болады. Экранға өзіңіз экран таңдап түсіруге болады. Әртүрлі настройкаларын кіріп қарай берсеңіздер көп. Сіздермен болған Қазақ ТВ. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.